Бүгін сіздерге осы Pinduoduo сайтының басты бетімен танысамыз. Барлық адресті енгізіп қойдық. Енді ары қарай мына жердегі орналасқан мыналар нені білдіреді, осыны айтып өтеміз қазір. Яғни қазір мысалы үшін кез келген бір тауарды алатын болсақ, осы жерге жазып көрейік. Мына қараңыздар. Иә, мысалы үшін мына розыға көрейік. Бұны сатып алу үшін мынаны басамыз. Мына жерде басамыз. Басқан кезде мына жерде таңдайсыз, мысалы примерно қарасын таңдай беріп, мына размермен бір үштік қойып тұрамыз. Окей деп басамыз. Басқан кезде осылай төлемге қарай ауысады. Мына төлеуге. Мына жерде көрдіңіздер, мына жерде қараңыздар. WeChatпен төлеу бар, картамен төлеу бар, досым арқылы төлеймін, Alipay арқылы. Мынау Alipay арқылы тағы бірдеңемен төлеу деген бар. Бізге ең керегі мынау. Не картамен төлеу, визамен төлеу, осымен төлей аласыздар. Қазір осыны басамыз, төлеу деген басамыз. Басамыз. Болды, осылай төлемейміз, артқа қайтып кетеміз. Егер осыны төлейтін болсақ, ары қарай сатып аласыз. Ақшаңыз шешіледі. Енді қараңыздар. Менде қазір мына жерде өзгерді да. Артқа кетейік. Мына смайлик басамыз. Басқан кезде мына жерде көрсеңіз бір болып қалды мына жерде. Мына кошелекте бір деп тұр. Яғни бұл деген төленбеген товар тұр деген сөз. Бір товар тұр, бұл жерде төленбеген. Мынау не деген десеңіз, бұл жерде санап жатыр. 23 сағат 58 минут. Яғни 24 сағат уақыт береді, осы жерде сақталып тұрады төленбеген товарлар. 24 сағаттан кейін автомат түрде жіберіп кетеді мына жерден. Егер 24 сағаттың ішінде төлемесеңіз, жіберіп кетеді. Ал төленбейтін болсаңыз, просто үстінен басасыз да, мына жерде міне төлеймін деп басып, ары қарай төлеп кете бересіз. Ал енді төлемеймін десеңіз, онда осы мынаны басасыз. Мына үстіндегі басасыз да, қызылды басып, төлемеймін деп алып тастасаңыз болады. Қазір мынаны басамыз. Так, мынаны басамыз, басамыз. Болды, алып тастағанды көрдіңіз, жойып кетті көрдіңіз, мына жерде жойып кетті көш. Бір жойып кетті. Енді қараңыздар. Егер сіздер мына жерден төлегеннен кейін, товар төлейсіз, ақша төлегеннен кейін мына жерге ауысады. Бұл жерге қай кезде ауысады? Бұл жерге сіз алатын товарыңыз скидка болмаған кезде, скидка болып жүріп жатқан кезде товарда. Сол скидка болып жатқан кезде сіз сатып алсаңыз, мысалы қараңыз, мына жерде скидка болып жатыр екен, қараңыздар. Мына жерде санап жатыр, қараңыз, мына жерде секундтар санап жатыр. Осылар адамдар күтіп отыр, мына жерде 1 деп тұр ғой, 1. Яғни осылармен қосылып алсаңыз, сіздің қазір мына жердегі бар ғой, мына жердегі емес, мынаған сразу ауысады. Мынаған күтіп тұрмайсыз сонда. Мынаны қосылып алсаңыз. Ал енді сіз онымен қосылып алмай мына жақтан сатып алсаңыз, жаңа тұр ғой, мынамен емес, сіз мынамен қосып, мынамен сатып алсаңыз өзін жеке, онда сіз де осылардың қатарына тұрасыз. Мына жерге. Осы жерге тұрасыздар қатарына, осы жерге. Яғни сіздер күтіп отырсыздар, кім қосылып сатып алады екен деп. Сондықтан егер сатып алатын ойларыңыз болса, тезірек осы жерден басып сатып алсаңыз болады. Түсіндіңіздер ғой да? Егер сатып алатын болсаңыз, осы жерге бассаңыз, мына жерден тезірек ана жаққа ауысады. Мына жерге ауысады сонда, мына жаққа, сағатқа ауысады. Ал сіз өзіңіз жеке өзің бағасымен алсаңыз, онда мына жерге күтіп тұрасыз. Жаңағы адамдар қосылып сатып алғанша. Біреу қосылып сізбен сатып алады, сол кезде сіздің товарыңыз мына жерден мына жерге ауысады. Мынаған ауысады. Түсіндіңіздер ғой? Кейбіреулерде мына жерде тұрған кезде возврат жасау керек болады. Бұл жерде тұрған кезде ешқандай возврат жасаудың қажеті жоқ. Негізі қажет болады. 24 сағат күте тұрады. 24 сағат ішінде егер төлем автомат түрде ауыспаса мына жаққа, онда бұл автомат түрде ақша қайтарып береді. Өйткені магазинде товар жоқ, не болмаса магазинше отказ жасады деген сөз. Тағы не айтамыз бұл жерде тұрған кезде? Сол ең басты сол. Егер осы жерде тұрмасын көп десеңіздер, онда акция болып жатқан кезде сатып алыңыздар қосылып. Жарай ма? Сосын мынаны айтайық енді. Мына бір сағат. Сағатта қай кезде тұрады? Сағатта сіз товар сатып алдыңыз, және де мына мысалы үшін мына жерде акция болып жатқан кезде мына кісімен бүйтіп бастыңыз да, мына бүйтіп басып товар таңдадыңыз да, примерно сатып алдыңыз. Мынаны басып, мына кнопканы басып сатып алдыңыз да, сатып алған кезде автомат түрде ол мынаған ауысады. Мына жерге ауысады. Мына жерде тұрмайды ол уже. Мына жерге келеді сағатқа. Сосын ары қарай осы жерде тұрады да, продавец одобрение жасап, жаңағы нені упаковка жасап, сразу мынаған ауыстырады. КамАЗға, яғни КамАЗға ауысу деген сөз уже товарыңыз курьерге тапсырылды деген сөз. Яғни КамАЗға ауысу деген сөз уже товарда уже сіздің трек кодыңыз бар деген сөз. Түсіндіңіз ғой? Мына жерде қашан ауысуы мүмкін, мына жерден? Қанша уақыт тұрады бұл жерде? Бұл жерде максимум 1 күн, 2 күн, ары барса 2 күн тұру керек. 2 күннен артық одан көп тұратын болса, сразу возврат жасай салыңыздар. Өйткені одан көп тұратын болса, ол магазиннің тапсырыс беру несі нашар деген сөз. Яғни тапсырыс қабылдау қызметі нашар деген сөз. Одан да басқа жақтан басқа сол товарды іздеп басқа жақтан алсаған дұрыс деген сөз. Өйткені бұл жерде мен өткенде біреуден алдым, сол бір магазин алған кезде 1 апта осы жерде тұрды. Содан мен 1 апта күттім. 1 апта бойы оны жазсам продавец жазған жоқ. Сол 1 апта қайтадан отказ жасап басқа жақтан товар алдым. Басқа магазин алдым. Сол сияқты сондай жағдай болмасын. 2 күн күтесіз, 2 күн ішінде негізі сататын адамыз 2 күн ішінде салып жібереді. Егер 2 күн ішінде салмадым, бұл возврат жасай берсеңіздер болады. Келесі сосын тағы бір айтатын жайт, мына жерде тұрған кезде возврат жасасаңыз, толық сумма қайтады сіздің картаңызға. Ал мына жаққа өткен кезде уже 12 мен 25% арасында доставка ұстап қалады. Ол сіздің тапсырыс берген товарыңыздың курьердің қай жерге жетіп қалғанына байланысты. Соған байланысты доставкасы комиссия ұстап қалады осылай. Сондықтан егер қателесіп тапсырыс беріп қойған болсаңыздар, мына жерде тұрған кезде сразу отказ жасаңыздар, яғни возврат жасаңыздар осы жерде тұрған кезде, сонда толық бағасын қайтара аласыздар. Сосын келесі, мына жерге ауысқан кезде, мынаған ауысқан кезде, бұған ауысқан кезде товар уже трек кодымен шығып тұрады.
мына бассаңыздар ішіне басып кірсеңіздер товар трек-кодпен шығады уже. Яғни мына басып кіріп қазір мына осы жерде мына жерде трек-кодпен шығып тұрады товар. Мынаны бассаңыздар мына үстінде тұр ғой камаздың суреті осында шығады. Яғни осында шықты деген сөз уже сіздің товарыңыздың трек-коды шықты деген сөз. Осының үстінен бассаңыздар мына жерде трек-код шығады. Мына осы товардың трек-коды шығады, көрдіңіздер. Мына товардың трек-коды мынаны басып копировать етіп аласыздар. Мына бассаңыздар копировать етіледі. Осыны апарып жаңағы сайтқа енгізесіздер, трек сайтқа. Сосын мына астында курьердің информациясы тұрады. Курьер әкеліп берген курьердің толық информациясы тұрады осы жерде. Түсіндіңіз ғой? Осы жерде галочка тұр, көрдіңіздер ме? Галочка тұр деген сөз значит складқа алып келіп берді деген сөз мына жерде. Оны өткенде видеода айтқанмын. Галочка тұрды деген кезде уже ана трек сайттан енгізіп тексеріп көресіздер, складқа жеткен жетпеген. Егер мына жерден галочка қойылды бүгін 2-3 күн күтесіздер. 2-3 күннің ішінде шықпаса ол жақтан онда мына нөмірге хабарласасыздар дедім өткенде. Не болмаса егер бұл нөмірге хабарласа алмасаңыздар, WeChat болмаса, онда осы продавец бар ғой. Осында сатушы бар мынау. Осы сатушыға жазасыздар. Сообщение түрінде жазатын жер бар. Көрдіңіздер ме? Осыған бүйтіп басып жазасыздар. Жазасыздар. Менің осындай товарым осы складқа келген келмегенін біле алмай жатырмын. Өтініш дейсіздер де, мына трек-код бар ғой. Осы трек-кодты жібересіздер. И бағанағы анау курьердің нөмірі бар ғой. Мына курьердің нөмірі ше. Мына курьердің нөмірін алып, мынаны копировать етіп, жаңағы жазатын жерге мына кісіге жібересіздер. Осы кісіге бүйтіп жібересіздер мына жаққа. Қытайша жазасыздар, қазақша орысша түсінбейді. Қытайша болса өтініш маған осындай заттың складқа жеткен жетпегенін біліп беріңізші. Мен мына курьерге звондайын десем, хабарласайын десем, менде WeChat болмай тұр деп ше. Оларда по-любому WeChat болады, сол курьерге хабарласып бөліп береді сол кезде. Сол кісінің айтатын жайт бұл жерде, сосын сұраңыздар сразу. Маған накладной квитанция беріңіздер. Мына сол складқа жеткені жайында накладной квитанциясының фотосын болса, соны маған жіберіңізші деп айтасың. Сол кезде оларда егер болса ондай неге складқа жеткізбеген болса, олар міндетті түрде сондай доказательство ретінде олар по-любому тексере не қылады, фотоға түсіріп алады. Яғни сол каргоның печатымен, орысша жазған печатымен жаңағы посылканың трек нөмірі екеуі бірге. Соны фотоға түсіріп сізге жіберу керек. Соны алып алсаңыз болды, ары қарай уайымдамасаңыз болды. Ол трек сайттан шықпай ақ қойса да ештеңе болмайды. Түсіндіңіздер ғой? Осы жерге кіресіздер, мына жерден трек мына жерден аласыздар. Яғни ол мына жерде тұрған кезде, мына камаз ауысқан кезде, камазға қалай ауысады, сразу алып көшіріп алыңыздар. Камаздан кейін мына жаққа ауысып кетсе, ол ешқандай уайымдану қажет жоқ. Бұл жерде бізде мысалы бұл Қытайдың ішінде магазин ғой. Қытайдың ішінде магазин болғандықтан мына доставка бар ғой. Мына доставка уже біздің складқа жеткен кезде уже олар ойлайды, уже біз осы товардың иесіне тапсырып бердік, қолына тапсырдық деп ойлайды. А негізі ол иесі алған жоқ, біздің орнымызға сол жердегі складтағы адам қабылдап алды. Яғни олар ойлайды, біз иесіне тапсырдық, болды, енді олар ашты, қарады, нормально болса отзыв қалдырсын деп товарды мына жаққа көшіріп жібереді. Мынаған отзыв қалдыру деген жерге. Соны білдіреді бұл, отзыв қалдыру дегенді білдіреді. Яғни міне көрдіңіз бе? Мына жерде оценка қалдыр деп тұр, мына жерде көрдіңіз бе? Бұл жерде қатты маңызды емес. Ең бастысы мына жерде осыған мән бересіздер. Яғни осы жерге ауысты ма товар, сразу кіріп жаңағыдай трек-кодын алып аласыздар товардың. Сосын осы жерден трек-код тағаннан кейін, мына жерден трек-кодты алғаннан кейін, мына жерден трек-кодты алдық, накопировать еттік та, сосын біз мен жіберген трек сайт бар ғой, сол трек сайтқа енгізесіздер. Мен жіберген трек сайтқа енгізесіздер. Трек сайтқа міне мына жерде тұрады ғой, осы жерге жаңағы копировать еткен осы жерге вставить етіп, поиск деп бассаңыздар, осы жерден шығу керек. Егер складқа жетіп, Қытайдағы складқа жетіп, сол жерден сканер жасаған болса, осы сайтқа автоматты түрде шығады іздеген кезде. Егер мынандай жазу шықса, данный трек не существует десе, онда сіздің товарыңыз жетіп келсе де, бірақ сканер жасап үлгермеген деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Бүгін алып келген болса, мысалы, оны бүгін ертең күтесіздер. Яғни ол кісі қабылдап алады да, посылкаларды бір жерге жинай береді. Сосын жаңағы қол босаған кезде бәрі посылканы алады да, бәрін сканер жасап шығады. Яғни осы сайтқа енгізіп шығады. Соған дейін күтесіздер. Оған бір 2 күндей уақыт кетуі мүмкін. Сондықтан егер мына жақтан шықпай жатса, 2 күн күтесіздер максимум. 2 күннен кейін ақырындап шығу керек. Шықпаса бағанағыдай неге продавецтің өзіне жазасыздар, WeChat болмаса. Ал одан кейін егер тректі тексерген кезде егер шықса, мынандай болып шығып тұрады. Трек тексересіздер, мына жерден жазып, сол кезде мынандай болып тұрады. Көрдіңіздер ме, мына жерде жазылып тұр. Мына қабылданған күні 13 сентябрь қабылдауға принято в отделении связи дейді. Осы күні қабылдап алған тректі. Қабылдап алған күн жазылып тұрады. Яғни болды. Бұдан кейін уайымдамасаңыздар да болады. Складқа келді деген сөз. Одан кейін сіздер мына жақта мынаны қарамасаңыздар болады мына жерде. Бұл жерге мән берсеңіздер де болады. Главное мына жерден осы трек кодты алсаңыздар болады. Мына осылар болды. Бұл жерде кірмей ақ та қойыңыздар бұл жаққа. Ең бастысы ана жақтан көрінсе болды. Мына жақтағы ондай қатты маңызды емес жиналар бар ғой. Главное осы жерден трек кодты алсаңыздар, мына жаққа енгізіп қойсаңыздар болды. Олай болса шығып тұрса болды. Мына жерге шығып тұрса болады. Болды, енді складқа келді товар, складтан сканер жасады. Енді бұны упаковка жасап, сол жердегі орналасқан камаздарға, яғни Алматыға жөнелтетін камаздарға салады ішіне, бәрін соның ішіне жинайды. Мысалы 13-не келген болса товар, уже 13-не немесе 14-не уже жолға шығарады. Мысалы үшін міне қараңыздар. Жолға шыққан кезде қалай болады? Көрдіңіздер? Міне статус өзгерді уже. Мына 13-не келді, қабылдап алды складқа. Мына 14-не уже жолға шығып кетті, Алматыға қарай шықты. Көрдіңіздер ме? Неде товар покинул склад деп тұр, көрдіңіздер ме? Осылай өзгереді статусы. Яғни бұл арада кейбіреулерде 13-не келеді де, 13-не келгенмен бірақ
КамАЗ толмаса, үлкен фуралар енді олар толмаса, онда 14 емес 15-не жіберуі мүмкін. Яғни 15-не КамАЗ яғни фура толады, сол кезде бірақ отправка жасайды. Сол кезде бұл жерде 14 емес 15 деп тұруы да мүмкін, өзгеруі мүмкін. Сосын осы жерден жібергеннен кейін ол уже осы күннен бастап, яғни покинул склад деген күннен бастап сіздер есептейсіздер 10-15 күн плюс-минус 2 күн. Яғни арада ешқандай праздник, Қытайдың ішіндегі таможня бәрі жабық емес, ашық, бәрі жақсы істеп тұрса, сол айтылған срокта кешікпей келеді. Яғни 10-15 күн ішінде келеді Алматыға. Яғни 14-не шыққан болса, соғыстан бастап санайсыздар 15 күн, сол 15 күн ішінде Алматыға келу керек. Одан кейін Алматыға келген кезде қалай өзгереді да статус? Одан кейін былай өзгереді, қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде уже Қазақстан деп тұр. Товар Алматы деп тұр, көрдіңіздер? 29-на мен келді. 14 күн ішіп кеткен, 29 күні уже келген Алматыға. Ровно 15 күнде келген, көрдіңіздер? 15 күн ішінде Алматыға жетіп келді. Енді қараңыздар, осы Алматыға жетіп келген кезде, сіздің статусыңыз олай өзгерген кезде, сіздердің осы сайтқа тіркелген электронды пошталарыңыз бар ғой? Сол электронды поштаға сіздерге хат келеді, сіздің товарыңыз Алматыға келді деп. Егер хат келмесе, осы жерден кіріп, сайтқа кіріп, осы жерден қадағалап отырсаңыз болады. Міне осы кезден бастап, мысалы келді ғой. Яғни ДАУ КамАЗ, фура сол складқа келді, складтан жаңағы тауарлардың бәрін түсіріп, ішіндегінің бәрін ашу керек. ДАУ немен келеді олар, упаковкамен келеді ғой, оны шашу керек. Мысалы бір адам әртүрлі заттарды тапсырыс беруі мүмкін, ручка, жай ғана бір кішкентай ручка заказ беруі мүмкін. Сол әрбір ручканың өзі бір трек ретінде есептеледі. Соның әрқайсысын сканерлеп шығу керек болады ол жақтан. Оның бәрі осы майда жұмыс. Сондықтан кішкене сабыр етесіздер. Яғни 29-на келді ме, 29-на болды, мен посылкам келді, болды, барып ала беремін Алматыға деп айтуға болмайды. Өйткені ол жаққа келгеннен кейін, ол жаққа шыққаннан кейін олар оны порядкалайды. Яғни Алматыныкін бөлек қылады, мысалы региондар болады, қалалар әр региондың бөлек жинайды посылкаларын, сканерлеп шығады, бәрін сканерлеп, әрбір посылканы алып, таразға салып, өлшейді оны. Өлшеп, компьютерге енгізеді. Осындай кодпен, осындай қаланыкі, осындай салмақпен, осынша теңге болды, долларға шаққанда мынандай болды. Соның бәрін әрбір товарды солай өлшеп есептеп шығады. Соның бәріне уақыт кетеді оған. Яғни мысалы бүгін келдім, болды, сразу маған барып алып аламын деген жоқ та ол жерде. Соны түсінсеңіздер жақсы болады. Сосын жерде әсіресе мына Алматыда тұратын кісілерге өтініш. Өйткені сол кісілер жаңағы осы жерден шыққаннан сразу складқа барады екен да ол кісілер. Складқа барған ол дұрыс емес. Ол кісілер сіздерге салмағын өлшеп товардың сіздерге арнайы таблица жібереді. Яғни мынандай таблица жібереді. Мынандай таблица жібереді сіздерге, мынандай. Сіздің кодыңыз жазылып тұрады мына жерде, мынандай код жазылып тұрады. Қай қаладан екені, посылканың штуы қанша екені мына жерде көрдіңіздер ме? Талдықорған 5 посылка. Мына жерде міне қанша доллар болғаны, мына салмағы 3,3 кг, 3 кг 300 грамм, суммасы мына қанша доллар болғаны и теңгеге шаққаны қанша болғаны. Міне осылай сіздерге квитанция жібереді. Яғни осындай чек жібереді, чек па не деймін. Осындай таблица жібереді. Осы таблицада сіздердің өздерің бұл жерде мән беретін жер, мына жерде ең басты мынау мен жеке код дегенім мынау осы жеке код мынау. Осыған мән бересіздер. Көрдіңіздер, сіздерде бұл жерде ешқандай сіздің атыңызда ештеңе жазылмаған, тек код қана жазылып тұр. Осы кодпен сізді тауып алады. Осы тауып алып сіздің нөміріңізге осындай хат жібереді. Яғни осы таблицаны сізге жібереді. Осыны жібергеннен кейін, яғни осы WhatsApp-пен жібереді кісілер. WhatsApp-тарыңыз міндетті түрде, яғни маған берген WhatsApp-тарыңыз міндетті түрде қосылып тұру керек. Ешқандай басқа нөмірге ауыстырып тастамаңыздар. Сосын осы WhatsApp-қа жібереді и қанша болған. Сосын сіз өзіңіздің жаңағы товарыңызды осының ішінен тауып аласыз. Мысалы менікі мына 43-78 деген, міне 4 посылка, 4,5 кг, $20.66. Міне 10,18 теңге болды. Мен соны алдым да төледім. Яғни осы жерде мысалы сізге осындай таблица жіберді ғой, осы таблица жібергеннен кейін маған сразу жазыңыздар. Маған осындай таблица жіберді, не істеймін деп. Сол кезде мен сіздерге айтамын. Мен сіздерге жаңағы төлем жасайтын нөмірді жіберемін. Кімге төлем жасау керек екен? Сосын төлем жасап болғаннан кейін мына осылай қараңыздар. Мындай скриншот жасайсыздар да. Мен осылай скриншот жасайсыздар да осы кісіге жаңағы таблица жіберген кісіге қайтадан обратно жібересіздер. Бұл кісіге ешқандай жазып, онда ештеңе істемейді. Бұл кісі тек қана осындай айналысып, таблица жібереді, бұл осындай скриншот жібересіз, бұл артқа ештеңе жазбаңыздар бұл кісіге. Тағы не бұл жерде? Осыны осылай жібересіздер. Маған главный мына таблица келеді ғой. Мындай таблица келеді ғой сіздерге. Таблица келген кезде міндетті түрде маған жазыңыздар. Мен сосын сіздерге нөмір беремін, кімге төлеу керек екен. Сосын төлеп болғаннан кейін осылай скриншот жасап, осылай жібересіздер. Анау PDF форматта шығады квитанция, олай жібермейсіздер. Олай жіберсеңіздер дұрыс емес ол. Ол кісі адам көп жібереді, сондықтан ондай оны ашып отыруға уақыттары жоқ. Сондықтан осылай скриншот етіп квитанцияны осылай жібере салсыздар болды. Сосын осыны жіберіп болғаннан кейін міне осы таблицаны жібереді, иә. Таблицаны қашан жібереді деген сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы ана жақтан трек шықты ғой, ана хат шықты да, поштаңызға хат келді, сіздің товарыңыз Алматыға келді деген күннен бастап максимум 2 күн күтесіз. Максимум 2 күн күтесіз каргодан. Сол 2 күн ішінде сізге уже осындай таблица жіберу керек. 2 күнге жетпейді негізі. Мысалы бүгін трек келді деп хат келсе, уже ертесіне уже сізге осындай таблица жібереді олар. Сосын таблица жібергенде маған жазасыздар. Мен сізге кімге төлеу керек екен, қалай төлеу керек екенін жіберемін. Сосын осылай төлеп болғаннан кейін скриншот жасайсыздар да, жаңағы кісіге отправка жасайсыз. Осы кісіге қайтадан обратно жібересіз. Сосын бұл жерде мынау жиналып келетін тауарлар бар, мысалы тапсырыс берген кезде әркімнің бөлек-бөлек келуі мүмкін да товарлары. Сол бөлек-бөлек келген кезде осылай таблица жіберген кезде сразу төлеп қойыңыздар, чтобы сіздің товарыңыздың пенясы жүрмес үшін төлеп қойсаңыздар пеня жүрмейді. Мысалы 3 кг товар тапсырыс бердіңіз, бірақ арасы мысалы әрқайсысының 3 күннен де 2 күн, 1 күн сондай болуы мүмкін да. Бірақ сіз басқа регионда тұрасыз да, басқа қалада. Сіз барлығын жинап алғыңыз келеді.
ондай жағдайда сол осындай таблица жіберген кезде сразу төлеп қойыңыздар. Таблицаны сразу төлеп қоясыз. Ол сосын ары қарай рабочий нөмірлері бар каргоның, онда жіберемін сіздерге. Сол рабочий нөмірлеріне жазасыздар. Мен осындай затқа төлеп қойдым оплатасын, енді мен қалған затымды күте тұрамын, солармен бірге алдырамын деп айтасыздар рабочий нөмірге. Сосын олар айтады өздері жарайды деп. Яғни олар рабочий нөмірге жазбастан бұрын міндетті түрде сіз өздеріңіздің жеке кодыңызды, қалаңызды, аты жөніңізді жазып жібересіз. Сосын болды, сосын ары қарай тауарыңызды күтесіз. Сосын тауарыңыз, жаңағы қалған тауарларыңыз келген кезде осылай таблица жібереді оларға да. Олардың бәрін төлеп болғаннан кейін, бірақ жаңағы тауарларыңызды жинап, сол Алматыдан ары қарай региондарыңызға жіберсеңіз болады, алдырсаңыз болады. Сосын тағы алматылықтарға айтарым, алматылықтар осы таблица жібереді ғой, сол жібергеннен кейін міндетті түрде сразу төлеп тастаңыздар. Төлеп тастағаннан кейін Telegram каналда сіз арнайы алматылықтарға айтады өздері, карго компанияның өздері айтады. Міне осындай уақытта, осындай мекен жайда сағат осы мен осы арасында алматылықтар тауарларыңызды алып кетсеңіздер болады деп жазады өздері осы таблицадан кейін. Сол кезде барып тауарларыңызды алып кетсеңіздер болады. Ал мен төлеп қойдым, бол бар алып кетемін деген ондай болмайды. Өйткені олар басқа жұмыспен айналысқан болса, сіз барып оларда бекерге уақыттарын аласыздар. Бекерге олардың уақытын аласыз. Өйткені оларда қаншама адам бар, қаншама адамдардың посылкасын порядкалау керек, бәрін орындау керек, тапсыру керек, беру керек дегендей. Сондықтан олар қашан өздері жазады, сол кезде асықпай барып аласыздар. Сосын тағы жаңағы басқа региондарда тұратындарға, мысалы, басқа регион, мысалы Шымкенттен, мысалы Батыс Қазақстан облыстарынан болатын болса, адамдар жинап алады ғой тауарларын бірге алдырам дегендер. Сол жинап алған барлық тауарлар Алматыға келгеннен кейін, оплатасын жасағаннан кейін, жаңағы рабочий нөмірлерге жазады. Менің осынша тауарым, осынша посылкам бар, санын жазасыздар, жеке өзіңіздің кодыңызды жазасыздар и қалаңызды жазасыздар. И қандай отправкамен жібереді. Егер сіз сборный ма, әлде жеке өзіңізге жіберсін ба, соны жазасыздар. Егер сборный болатын болса, сол сборный группалар болады өз қаланың, сол сборный группада өздері талқылайды. Қашан қанша адам барлығы сол жерде айтылады. Яғни сол былайша айтайын деген бұл жерде, егер сборныймен алдыратын болсаңыз, сол каргоның рабочийін айтасыздар, мен сборныймен алдырамын деп. Егер жеке өзіңмен алдырамын деп болсаңыз, оны айтасыздар. Сол жеке алдырамын деп айтсаңыз, сізге өзіңіздің тауарын жинап, жеке өзіңізге салып береді. Ал сборныймен десеңіз, онда жаңағы адамдармен біріктіріп, мысалы 10 шақты адаммен бірік болса, бір посылкасын алып, біріктіріп, барлығын бір мешокқа салып, жинап, сол тұратын мысалы Шымкент болса, Шымкент қаласына 10 адамның посылкасын бір мешокқа салып, автобуспен салып жібереді. Сол 10 адамның біреуі сол автобуспен барып қабылдап алады Шымкенттен. Сол жағын 2000 теңге Алматыға барса, Шымкентке барса, Алматы мен Шымкенттің арасында доставкасы 3 теңге болса, соны 10 адамға бөліп, тауарларын алып ала береді. Сол үнемдеуге болады. Ал енді егер сіздің тауарыңыз 5 килограммнан жоғары ауыр болатын болса, онда сізге жеке өзіңізге алдырған дұрыс болады. Ондай жағдайда жаңағы 3 теңгені сіз өзіңіз төлейтін боласыз. Бұл жерде айтатын жайт, тауарды салып жіберген үшін жаңағы карго компанияның өзінің рабочий адамдары бар, яғни арнайы сондай салып жіберетін наемный адамдар бар, сол жерде жұмыс істейтін. Яғни сол салып жіберген үшін олар ай сайын солай ақша табады, яғни ақшасын солай табады. Мысалы, сіздің посылкаңызды алды да 5 килограмм алып, жаңағы Шымкентке жеке өзіңізге 5 теңгеге жаңағы такси жалдадым, әлде өзім машинамен бардым, әйтеуір сол автовокзалға барып, жаңағы сіздің тауарыңызды біреуге тапсырып, осындай жерге апарып бер деп тапсырып кеткен үшін ол 5 теңге бересіз оларға. Ол сондай услуга, өйткені ол да тауып жүрген наны ол да. Соны бағалаңыздар. Егер сұрақ туындап жатса, сұраңыздар, иә. Сосын айтатыным, егер осы каргоға байланысты қандай бір сұрақтар туындап жатса, маған жазыңыздар бірінші. Маған бірінші хабарласыңыздар. Түсінбей жатсаңыздар, трек жайында, сайт жайында, осы карго жайында, не жайында түсінбей жатсыздар, менен сұраңыздар. Мен өзім айтамын, қайда хабарласу керек, не істеу керек екенін бәрін, жақсы ма? Жақсы, сау болыңыздар.